Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жансұлу. Бүгін тауық етін арнайы пакетке салып, көкөністермен бірге пеште пісіретін боламыз. Бұл тағам өте оңай әрі тез жасалатын тағам. Бар жоғы барлық көкөністерді турап, пешке пісіріп алсаңыздар болғаны, сіздердің дәмі тіл үйірер кешкі астарыңыз дайын болады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ендеше кеттік, бастаймыз. Алдымен көкөністерімізді турап аламыз. Картоп, пияз, сарымсақ, сәбіз, болгар бұрышы және татымына қарай тұз және бұрыш. Өз қалауларыңыз бойынша лавр жапырағын қоссаңыздар да болады. Барлық көкөністерді бір ыдысқа салып араластырамыз. Енді бізге Маги фирмасының арнайы тауық етіне арналған дәмдеуші керек болады. Жоғары жағында көріп тұрғандарыңызды пісіріп алуға арнайы пакеті де қоса жүреді. Тауықтың 2 санетін алып, осылай ірілеу етіп турап, дәмдеуіштің барлығын қосып, бір келкі болғанша араластырамыз. Үстінен қалауларыңызша дәм беру үшін соевый соусты қоссаңыздар да болады. Көкөністерімізді пакеттің ішіне салмас бұрын біраз қасық сұйық майды құйып араластырып аламыз. Бұл піскен кезде көкөністеріміз құрғақ болып қалмау үшін пакеттің ішіне алдымен шамамен 30 граммдай болатын сары май салып, содан соң көкөністерімізді саламыз. Оның үстіне маринадталған тауық етін салып, тағы да бір ас қасық сұйық майды құямыз. Пакеттің аузын өзінің арнайы ремешогымен бекітіп, пісу барысында пакетіміз жарылып кетпеу үшін осылай зубочистканың көмегімен 5-6 жермен тесіп шығамыз. Енді дайын болған тауық етін алдын ала 190 градуста қызып тұрған пешке салып, 1 сағат ұстап пісіріп аламыз. Осымен біздің кешкі асымыз дайын, немесе түскі асқа жасап берсеңіздер де болады. Шынымды айтсам, осы 1 сағатта пісіп шығам дегенше иісі мұрынды жарды. Сіздер де менің рецептімен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видео пайдалы болса, каналыма тіркеліп, видеоға лайк және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансұлу, келесі кездескенше.